Күнәнің өтеуі. Шынайы тағдырларға негізделген ауыр хикая. Бір сәттік шешім бір өмірді жалмады. Оны өлтіріп тастадың ба? Иә. Неге? Себебі мен өзімді құтқарғым келді. Осы бір сұрақпен жауап менің өмірімнің үкімін шығарды. Мен өз қолыммен жақын адамды мерт еттім. Бірақ сол өлім менің де тірі өліміне айналды. Әпкем мені сатты. Менің әпкем Гүлмира. Менен 7 жас үлкен. Бала күнімізде мені жұрт алдында ұрып, үйде мені қорғайтын. Сен менің сіңлімсің, саған ешкім тиісе алмайды дейтін. Бірақ мен 19-ға келгенде ол мені бір еркекке байып кетеміз, күшті көмек болады деп алдап берді. Сол түні мені қонақ үйде біреу зорлады. Мен әпкеме жылап бардым. Ал ол: сен тым әлсізсің, бәрін бүлдірдің деді. Сол күні менің ішімде бірдеңе өліп қалды. Ал әпкем мен үшін сатқын боп кетті. Кек 5 жыл өтті. Мен өз өмірімді қайта бастағым келді. Бірақ ішімдегі жара кек кеуіп бітпеді. Мен әпкемді кешіре алмадым. Ол әлі де сондай. 2 баласы бар. Күйеуімен сән салтанатта тұрады. Ал мен іштен өлген көлеңке секілді өмір сүріп келем. Бір күні менің миымда бір ой туды. Ол мені өлтірді. Енді оның да өмірін өлтіруім керек. Кеш болған өкініш. Мен әпкемді жалғыз шақырып алдым. Сен мені саттың, білесің бе? Сіңілім, кешір, мен ақымақ болдым. Енді тым кеш. Мен оны итеріп жібердім. Ол басын тасқа ұрып құлап қалды. Қаны ақты. Қимылсыз жатты. Көзіме қарап тұрып жан тапсырды. Мен түрмеге бардым, бірақ шын темір тор жүрегімнің ішінде болды. Сот өтті. Мен өзімді ақтауға тырыспадым. Иә, мен өлтірдім. Ол менің өмірімді ұрлаған. Мен де оның өмірін ұрладым. Мені 8 жылға соттады. Бірақ түрме менің жаза орным емес еді. Нағыз түрме менің жанымның ішінде еді. Әпкемнің қызы маған хат жазды. Бір күні хат алдым. Сәлем, мен Аружан. Анам қайтыс болғанда мен 9 жаста едім. Қазір 16-дамын. Сіз менің әпкем екенсіз. Мен сізді жек көрем. Бірақ бірде бір дәптер тауып алдым. Анамның жазғаны екен. Онда былай деп жазылыпты: Гүлнұр мені кешіре ме екен? Мен оның бүкіл өмірін сындырып тастадым. Мен өзім ең үлкен күнәһар едім. Кешірім. Осы хаттан кейін мен алғаш рет шын жыладым. Менің әпкем мені сатқан үшін өз-өзін жеп өткен екен. Мен оны кешірмегенім үшін 2 өмірге үкім шығардым. Бірақ енді бәрі кеш еді. Қазір мен не істеп жүрмін? Мен түрмеден шықтым. Ешкім қарсы алмады. Бірақ мен өз-өзімді енді таныдым. Мен күнә жасаған әйелмін. Бірақ сол күнәнің өтеуін қазір жетімдер үйінде балаларға көмектесіп өтеп жүрмін. Әр жетім баланың жанарынан бала күнімдегі өзімді көрем. Күнәмен кек ешқашан жұбатпайды. Тек кешіру ғана адамды жеңілдетеді екен. Күнәнің өтеуі өмір бойы өкіну емес, басқаның өмірін жеңілдету. Мен әпкемді кешіру үшін кешігіп қалдым. Бірақ оның қызын жақсы көре аламын. Мен өз өмірімді бір адамның өмірін қиып қайта бастадым. Бұл күнәнің құны тым ауыр. Бірақ оны үнсіз өтеп өтіп келем. Жауап бермей үнсіз жүрген жанды көрсем, оның ішінде де бір күнәнің өтеуі жүріп жатқанын білем. 9 бөлім. Аружанмен алғашқы кездесу. Аружан Гүлмираның қызы. Яғни әпкемнің маған қалдырып кеткен аманаты. Кездесуге өзі сұранды. Сол күні менің жүрегім тыныштық таппай соғып тұрды. Сәлем, деді жай ғана. Сіз анамды өлтірген адамсыз. Тыныштық. Айналада адамдар көп. Бірақ біздің арамызда тек екеуміз ғана тіріміз секілді. Иә, дедім. Мен кінәлімін. Бірақ анаң менің де өмірімді өлтірген еді. Аружан үнсіз жылады. Неге анамсыз туралы күнделік жазды.
Неге өз-өзін жек көрді? Себебі ол адам болған дедім. Анасының күнделігінен үзінді. Кейін Аружан маған әпкемнің ескі күнделігін берді. Сол беттерді оқып отырып, мен жылап қана қоймай, жанымды аямай жек көрдім. Бүгін Гүлнұрды тағы алдап жібердім. Ертең бәрін түзетем деп өзімді жұбаттым. Бірақ ол қыздың көзіндегі мұң менің қолыммен салынған жара. Мен кешірімге лайық емеспін. Мен оны сатпадым. Мен өзімді саттым. Өз қорқынышымды қарындасыма жаптым. Осы жолдарды оқып мен: сен тым кеш түсіндің, әпке, дедім ішімнен. Жолыңды өзгемен жалғастыр. Аружан, соңғы кездесуде: мен сізді кешірем. Анам өз күнәсін біліп тірідей азаппен өлген. Ал сіз өмір бойы тірі бола тұра өкінгенсіз. Екеуіңіз де жазаландыңыз. Сондықтан енді жолыңызды өзгемен жалғастырыңыз. Басқа біреудің өмірін қиып, соларға шырақ болыңыз. Ол менің қолымды ұстады. Ал мен алғаш рет өткеннің алдында емес, болашақтың алдында жыладым. Кешірім құтқару емес, босату. Қазір мен ерікті волонтермін. Түрмеден шыққандармен жұмыс істеймін. Жетімдер үйіне жиі барам. Себебі мен білем. Кешірім адамды құтқармайды, бірақ оны босатады. Мен әлі де Гүлмираны түсімде көрем. Ол жай ғана жымияды. Айтар ештеңесі қалмағандай. Менің де күнәнің ең үлкен өтеуі өзгеру. Мен біреуді өлтірдім. Бірақ ең қатты өкіндіргені сол кек мені өзімнен айырғаны. Сол күннен бері мен кек сақтамаймын. Жек көрмеймін. Қаласаң да, қаламасаң да, кешірім арқылы ғана тірі қаласың. Бүгінде мен ешкім емеспін. Бірақ мен бұрынғы менді өлтірген жамын.